Сәлем оқырман. Бір 10 күн бұрын Айбек Эдуардаға үйленуге ұсыныс тастаған еді. Қызымыз болса, иә деп жауап берген болатын. Негізінде ешкім күтпеген жайтты жасады жастар, себебі жұп болып та үлгерінген еді. Эфирдің бітуіне аз қалды, соған асығып жігіттің жасағаны болды ма? Ол енді түсініксіз, себебі біреулері хайп деп жатырғандары да бар. Алда көре жатармыз, шынымен ұсыныс болды ма, әлде өтірік болып қалды ма? Кеше болса Айбек Эдуарданың әжесімен танысқан болатын. Енді үшін әжесімен танысуға официально танысқан еді. Алғашқы үлкендермен кездесулері жақсы өткен көрінеді. Таныстықтары жайлы әлі ештеңе айтпады, тек жылы сурет көрген болатынбыз. Эдуарданың әжесі енді бір заманауи немересімен әр жерде бірге жүреді. Сол үшін де Эдуарданы толықтай түсініп, Айбекті қабылдайтыны анық. Ал Айбек қашан өзінің ата-анасымен таныстырады екен. Эдуарда болса еңлікпен жақсы қарым-қатынасты, әрі қарайда бәрі күшті болатыны көрінеді. Пікірлер енді көптеген, әдеттегідей екі бөлінген оқырман. Біреуі қолдап жатыр, үйленсін, Айбек шешімің дұрыс деп. Екінші тобымыз, Эдуарда дайын емес, оныкі хайп дегендер жетеді. Сіз қай қатардансыз, пікірлеріңізді жазыңыздар. Ал бар комментарийларды бір оқып көрейін. Не шаруаларың бар, жас кездерінде? Барлықтарын монашка болып, қолдарыңыздан ұстатпай жүргендей. Үйленсе үйленеді, үйленбесе қалады. Жастық шақтан не пайда, жалындап бір. Жанбаса дегендей. Эдуарда дұрыс келіскенім. Айбек жаман жігіт емес, отбасы да дұрыс адамдар сияқты. Біздің Атыраудың қызы екенсін, жақсылық ұзағынан болсын. Бұл жұп уақытша. Қыз өте қу. Жігітті лақтырып кетеді. Өйткені қыздың түрі айтып тұр. Үйленуге ұсыныс жасадың енді. Үйленбей неге отырсын? Еркек деген жұмыс жасап тойға дайындалмай ма? Әлде қосылайық үйлендіріп той жасап береді деп күтіп отырсын ба? Дейді оқырмандар, сіз қалай ойлайсыз?